Қорғансыздар 47-ші бөлім басында Зылиха бұл қонақ үйге жұмысқа тұрған көрсетеді. Әрине, Азизенің енесі жақтырмайды. Тіпті сендер бұл қонақ үйге тайлы тұяғымен келіп алдыңдар ғой. Неге сондайсыңдар? Барлығың жұмыс жасайсыңдар деп ашуланады. Ал бөлмеде Бера өзінің жаңа қызметшілері Айша және тағы да басқа қызметшілерімен қонақ үйде, яғни Дебраның қонақ үйінде өз-өзіне қол салып, осындай жағдайға жетіп, Дебранды өзіне қаратып алу мақсаты. Дебраның әкесі: бұл қыз кім? Бұл жерде не ағып жүр дейді. Дебраны мойындайды. Ол менің бірінші ғашығым, бұрын жүрген қызым дейді. Арамызда қазір ешқандай сезімдер жоқ дейді. Осы кезде Дебраның анасы келіп қалып: не істеп жүрсіңдер? Менен тағы не жасырып жүрсіңдер дейді. Ешқандай ештеңе де деп жауап қатады. Сенің әйелің бұл жерге тағы да өзінің сіңілісін жұмысқа тұрғыз деп ашуланады. Дебран әдеттегідей ештеңеге мән бермей кетіп қалады. Дебранның көңілдесі Бераға ғашық болғанын, Үміт пен Ябгөздің сөйлесіп тұрғанын Ябгөздің әйелі біліп қояды. Және ол келіп айқайлайды: сен неге мені көзіме шөп салып жүрсің? Сен басқа елге ғашық болуға хақың жоқ. Мен тұрғанда мен сені сүйдім. Сенің ауруыңа да шыдадым. Енді ештеңеге де қарамаймын. Мен ажырасамын деп айқай шығарады. Ябгөз болса: қайда кетсең, онда кет деп. Зылиханың сіңілісі Юсупқа ұнау үшін ол үйден ақша ұрлап шашын түзеткісі келді. Солай шаштаразға барады. Ал мұнда Дебран Азизеге келіп: неге жұмысқа шықтың? Саған әлі болмайды дейді. Сенің басың айналуы мүмкін дейді. Сонда да ол өзін бақытты сезінеді. Екеуі осылай бір-бірімен қалжыңдасып, әзілдесіп, енді сен жұмысыңа бар, мен өз жұмысымды жасаймын деп әзілдесіп тұрады. Араларында бір-біріне деген сезім бар, сезім барлығын барлық қызметкерлер де көреді. Десе де екеуі бір-біріне әлі күнге дейін жау секілді. Юсуп Джемоның қасында екеуі жұмыс жасап жатады. Екеуі де бір қонақ үйдің ыдыс жуады. Юсуп Джемоға қарап, қабырғаны көрсетіп: сен мен қабырға екеуің бірдейсіңдер. Сен тағы не бүлдіргелі жүрсің дейді. Шашын сәндетіп, өзін сондай әдемі сезінген Зылиханың сіңілісі айнаға қарап билеп тұрған кезде дүкенге бір басқа ер адам келеді және ол үйіне сұрайды: көкем келгесін аласыз дейді. Ол қызға ғашық болып: сенің шашың өте әдемі, сен әдемісің. Ертең тағы келсем, мен сені ертең сені көргім келеді дейді. Бұл қыз ұялып қалады. Әлі оқушы болса да өте ұят. Далада жынданып жүрген Ябгөздің екінші әйелі енесіне айтады: сенің балаң басқа біреуге ғашық, яғни Дебранның көңілдесіне ғашық деп айқаймен, ашумен айтады. Ал мұнда Бера көңілсіз. Ол өзіне келген Дебранға: екеуміз бір-бірімізді сүйеміз, бір-бірімізге сезіміміз бар. Тағы да мойнына жабысады. Ал мұнда басы айналып, Азизенің қатты мазасы қашып, аяқ соңында шыдамай жерге құлап қалады. Өйткені аштықтан және есінен танып қалады ораза ұстағаннан кейін. Ал мұнда Бера: жүр біз кетейік, Ресейге қашайық, мен саған бала туып беремін дейді. Зылиха жұмыста жүр. Ол жұмыста ноутбук пайдалана алмайтынын айтады. Және оның көмекшісі, менеджері, бастығы барлық жұмысты қалай болу керек, қалай жасау керек, клиенттер келгенде не айту керек, барлығын үйретіп жатыр және сол тексттен өтіп жатыр. Бұл жігіт міндетті түрде Зылихаға ғашық болып қалды. Құлап қалған Дебранға жүгіріп келеді. Дәрігерлер тексеріп: жүрегім айниды, басым айналды дегенде енесі естіп, ол жүкті деп қатты қуанады. Зылиха да жұмысында қуанып келе жатқанын Юсуп күтіп алады. Ол жақтырмаған көңілімен: бұнда жұмыс істегеніңді қаламаймын. Қонақ үйде жұмыс істеген қауіпті. Мен саған сенем, бірақ сенің айналадағы жігіттерге сенбеймін дейді. Азизенің енесі барлық қызметкерлерге жүкті екенін айтып, Азизенің тіпті тәтті пахлава пісіруін таратуды айтты. Ал мұнда қызғанған Юсуп әлі де бұл қызды қайтарғысы келеді, бірақ ол қайтпайтынын айтады. Сонда ренжіп кеткен Юсуп енді көрместей болып жігітке тесіле қарап:
ол менің қызым, мен оның жігітімін, Зылиханың жігітімін деп айтып кетеді. Әлі қатты қызғанып жүр. Вера барлық қызметкерлерден естігенін айтып, тіпті Азизенің аяғы ауыр деген сөзді естігенде қатты жылап қалады. Тіпті енді не істерін білмейді. Ал мұнда Ябгөздің анасы келіп бетінен шапалақпен тартып қалады. Сен не істеп жүрсің, не бүлдіргің келіп жүр? Жаудан енді ғана құтылғанда тағы да әулетімізге жау тауып бермекшісің бе? Жетер болды. Бәрібір сенің еш уақытта армандарың орындалмайды. Ғашық болған жаның да еш уақытта саған қарамайды дейді. Осы кезде Ябгөз жылап қалады. Жалғасы бар.